Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Альмира. Бүгін осындай лаваштан өте дәмді дүние жасаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші, орташа көлемді бір лавашты алып, осылай домалақ қылып орап шығамыз, және де жіңішке қылып кеспе тураған сияқты турап шығатын боламыз. Лавашты турап болғаннан кейін арасын ашамыз. Келесі лавашымызға құятын соусымызды дайындаймыз. Ол үшін 3 жұмыртқа, оның үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш себеміз. Үстіне сүт құйып, жақсылап араластырып шығамыз. Келесі бір қызанағымызды алып, кубиктап турап шығамыз. Одан кейін жарты қызыл болгар бұрышын алып, оны да кубиктап турап шығатын боламыз. Жүз грамм моцарелла сырын алып, бүккіштен өткіземіз. Біздің қоспаларымыздың барлығы дайын болды. Енді жасауға кірісеміз. Ол үшін сұйық майды табамызға құйып, жақсылап қыздырамыз. Үстіне туралған лавашымызды салып, бір келкі етіп жайып шығамыз. Енді лаваштың үстіне дайын болған соусымызды барлық жеріне жеткілікті етіп құйып шығамыз. Оның үстіне туралған болгар бұрышы және де қызанағымызды бүкіл жеріне сүйіп шығамыз.
Ең соңында үкіштен өткен сырымызды бетіне себеміз. Баяу отта 10-12 минуттың ішінде біздің омлетіміз немесе мини пиццамыз осылай дайын болып шығады. Омлеттің барлық шетін көтеріп отырып, тарелкамызға түсіріп аламыз. Енді бетін әрлеуге кірісеміз. Ол үшін кез келген зеленді пайдалансаңыздар болады. Мен петрушканы пайдаландым. Мінекей біздің мини пиццамыз немесе омлетіміз осылайша тез дайын болды. Сіздерге ас болсын, үй жағдайында жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше, әрі ыстықта жесеңіздер өте дәмді болады. Каналымызға тіркеліп, лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазсаңыздар болады. Сіздермен болған Альмира. Соңына дейін көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Ас болсын.